реформацияға дейін көпшілік христиандар католик болды. Шығыс Европа мен басқа өңірлерде басқа ағымдар болса да, христиандардың көпшілігі католик ағымын ұстанды. Орта ғасырлық Еуропада католик шіркеуі үстемдік етті. Дін қызметкерінің адамның өміріндегі орны ерекше болды. Ол сені шоқындырды, үйлендірді, соңғы сапарға аттандырды. Шіркеу әлеуметтік қызмет көрсетті, кедейлерге садақа берді, балалар үйін ұстады, діни білім берді және тағы да басқалары. Сонымен қатар шіркеу барлық жерлердің 1/3 бөлігіне иелік етті. Бұл оған Еуропаның басты саяси және экономикалық күшіне айналуға әсер етті, және де Рим папасы, Рим императорының мұрагері ретінде барлық Еуропа корольдерінің үстінен қарады. Осы күшті жүйені бір тақуа өзгертті. Лютер заң факультетінде оқыды және оны жек көрді. Бір күні оған найзағай түсіп, қорыққаннан «Қасиетті Анна, көмектес маған, мен тақуа боламын» деп айтты. Ол тірі қалып, оқуын тастап дін жолына түсті және осы жайлы отбасына хабарлады. 1505 жылы Лютерді елшілік қызметпен Римге жіберді. Ол сапар барысында Римнің азғынға батқанын байқады. Лас көшелердегі жезөкшелер, өз міндеттеріне үстіртін қарайтын дін қызметкерлері. Осыны көрген Лютер ызаға толы болды. Сондықтан оның ұстазы оны Виттенберг қаласына жіберді. Виттенберг қаласында Лютер папаның адамдарымен күресті. Лютерге олардың индульгенция сатуы ұнамады. Индульгенция дегеніміз адамдардың қайтыс болған жақындары о дүниеде қиналмас үшін кінәларын ақша арқылы жуып шаюы. Кез келген күнәнің ұрлық болсын, адамды өлтіру болсын, бағасы 3 марка болды. Қарапайым адамның жарты жылдық табысы. 1517 жылы Лютер папа индульгенциясына қарсы көзқарасын білдіретін үндеуін 95 тезисін шіркеудің есігіне алып қағып қойды. Лютер осыдан кейін немістер арасында үлкен қолдауға ие болды. Лютерге дейін шіркеудің озбырлығы жайлы жазған адамдар көп болды. Бірақ та неге тек Лютердің еңбектері халық арасында танымал болды деген сұраққа жауап берсек, ол кітап басу ісі. 5 жылдың ішінде Лютердің кітаптары 100 000 данамен таралды. Сол заман үшін бұл өте керемет көрсеткіш. Лютердің еңбектері халықтың санасын өзгертті. Кедейлер шіркеулерді тонап, дін қызметкерлерін қуып жатты. Діни келіспеушілік көтеріліске ұласты. 1525 жылы неміс шаруалары Лютердің идеяларын қолдап, шіркеу қызметкерлері мен ақсүйектерге деген наразылықтарын білдірді. Шаруалар басыбайлы құқықты адамдар шығарды және де бір қасиетті кітапта ол жайлы жазылмаған деп айтып, салық төлеуден бас тартты. Шаруалар өз құқықтарын қорғау үшін 300 000 әскер жасақтады. Көтеріліс кезінде Лютер өкінішке орай ақсүйектерді жақтап, бостандық тек рухани болу керек деп ақсүйектер жағына шығып кетті. Көтеріліс әскердің көмегімен жаншылып басылды. Бірақ та уақыт өте келе реформация саяси сипатқа ие болды. Көптеген герцогтар, корольдер шіркеу салығын жинауды өз қолдарына алып, Рим католик шіркеуінің ықпалын төмендетті. Достар, бейнероликтердің жиі шығып тұруы үшін каналға лайк басып жазылуды ұмытпаңыз, және де коронавирустан аман сау болыңыз.